Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз берел қорғандары. Бұл тақырыптың зерттеу сұрағына тоқталатын болсақ, бұл тақырыптың зерттеу сұрағы берел қорымынан табылған олжалар сақтардың мәдениетін қалай сипаттайды. Ал тақырыбымыздың оқу мақсатына тоқталатын болсақ, тақырыбымыздың оқу мақсаты археологиялық ескерткіштерді сипаттау, ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау, ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттау. Сонымен бұл жерде қарап отырсаңыздар, осы берел қорымының қазіргі уақыттағы бейнесін көруіңізге болады. Ал сол уақыттағы зерттеу жүргізген ғалымның пікірінше, яғни Самашев, ол берел қойнауы құпияға толы деп айтып кеткен екен. Сонымен келесі слайдқа тоқталатын болсақ, берел қорымының орналасқан жеріне тоқталып кетейік. Енді берел қорымы сақ дәуірінен қазіргі күнге дейін сақталып келе жатқан тарихи ескерткіш болып саналады. Берел қорымы қайда орналасқан деген сұрақ қойған кезде, берел қорымы Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Бұқтырма өзенінің оң жағалауында Берел ауылынан оңтүстік батысқа қарай 7-8 шақырым қашықтықта жерде орналасқан. Демек, құрметті оқушылар, берел қорымы қайда орналасқан екен? Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданында орналасқан екен. Жарайсыңдар. Ал енді берел қорымының орналасқан жерінің солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, батысында қай жермен шектесетініне тоқталып кетсек. Демек, берел қорымының солтүстігінде Берел мен Бұқтырма өзенінің қосылған жері, оңтүстігінде Қансу өзені, ал батысы мен шығысында таулармен шектеседі екен. Демек, бұл берел қорымының солтүстік, оңтүстік, шығыс, батысында шектесетін аймақтары бұл. Келесі, енді осы берел қорымын зерттеу барысында үш кезеңге бөлсек болады екен. Яғни зерттеу кезеңдері қорымды 1865 жылы Радлов зерттеген, басшылық жасаған. Ал 1959 жылы зерттеу жүргізген Сорокин, 1998 жылы зерттеу жүргізген Самашев ғалым басшылық жасап, зерттеу жұмыстарын жүргізген екен. Енді міне осы зерттеу жұмысы барысында қорғанның үйінділерін екі кезеңге бөледі екен. Ал қорған үйінділері ерте обалар деп бөлінеді, және кейінгі обалар болып екіге бөлінеді. Ерте обаларға біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырларда үйілген обалар жатады. Яғни ерте обалар біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырларға жатады. Ол 2400-2300 жыл бұрын үйілген обалар ерте обалар болып есептеледі екен. Ал кейінгі көне түркілік дәуірде мерзімделеді, кейінгі обалар. Ол біздің заманымыздың 7-8 ғасырларына жататын обалар, осы кейінгі түркілік кезеңмен мерзімделетін обалар болып есептеледі екен. Ол 1200-1300 жыл бұрын үйілген обалар. Демек, археологиялық қазба жұмыстары кезінде осылай анықталып отыр екен. Енді қарап отырсаңыздар, осы берел қорымының зерттеу барысында берел қорымы 3 қорғандар тобынан тұрады екен. Демек, берел қорымы қанша қорғандар тобынан тұрады екен? 3, жарайсыңдар. Демек, біріншісіне тоқталатын болсақ, бірінші қорғандар тобына таудағы кертпеш ортасынан орналасқан, ол солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай созылған 6 қорғаннан тұрады. Бұл біріншісі. Енді екіншісіне тоқталатын болсақ, екіншісі таудағы кертпештің батыс жағында орналасқан, ол солтүстіктен батысқа қарай, оңтүстіктен шығысқа қарай тізбектеле созылған 12 қорғаннан тұрады екен. Бұл екінші қорғандар тобы болып есептеледі. Ал үшінші қорғандар тобына таудағы кертпештің шығысында орналасқан, ол топқа 9 қорған жатады екен. Осы 9 қорғанның ішінде ең атақтысы ол үлкен берел қорғаны деген атпен белгілі екен.
Демек, осылай қорым 3 қорғандар тобынан тұрады екен. Жарайсыңдар. Қорғандарды бөлдік қой, қарап отырсаңдар, бұл жерде кертпеш деген сөз қолданылып жатыр. Бұл географиялық термин. Яғни ол кертпеш дегеніміз не екен? Кертпеш дегеніміз биіктік деңгейлері әртүрлі жазықтарды жалғастыратын біршама тік құлама жер бедерін не деп атаймыз екен? Кертпеш деп атайды екенбіз. Жарайсыңдар. Келесі, енді Берел қорымын зерттеу барысында қазба жұмыстары кезінде көптеген заттар табылған екен. Мысалы алатын болсақ, қазба кезінде қорғандардың ішінен 2-3 метр тереңдікте ағаштан жасалған қима, оның бет жағынан бірнеше жылқының қаңқасы және ат әбзелдері сақталғанын көруге болады екен. Ал одан басқа тоқталатын болсақ, жылқы мумиясы табылған, сыртына осы алтын қапсырма жалатылған ағаш әшекейлер адамның қаңқасы мен оның мумиясы табылған. Осы Берел қорымын зерттеу барысында. Бұл жерде қарасаңыздар, есік Бесшатыр обаларынан Берел қорымының ерекшелігі лақат қабірдің жер бетінен барынша тереңдетіп қазылып орналастырылуы екен. Бұл обада биік топырақ үйіндісі жоқ, сыртқы аласа үйіндіге тек қана тастарды қолданған. Сонымен аталған обаны зерттеу барысында адаммен бірге 13 жылқы көмілген. Бұл 13 жылқы иесін бір жорып қалып бара жатқан сияқты қылып, сан-салтанатты түрде жерленгенін көруге болады екен. Ал мәйіт қима ағаштың табып, саркофагқа жерленген. Оба асты суық мәңгі тоң қабатынан тұрады. Сол себепті де ол жерден табылған мәйіттің киімі, ат әбзелдері, ер тоқымы, маталар, ағаш ыдыстар мен киіз бұйымдар сол күйінде жақсы сақталған. Бұл сақталу ғалымдарға жақсы зерттеуге мүмкіндік берген. Келесі, қарап отырсаңыздар, алдыларыңызда қазіргі осы Берел қорымының самашықтың жасаған реконструкциясы белгіленіп тұр. Яғни біз ағаштан жасалған саркофаг деп атаймыз. Мынау осы ағаштан жасалған саркофаг. Бұның ішіне ежелде осы патшалар, ақсүйектер, байлар жерленетін болған. Ал қарап отырсаңыздар, мына қатарластырылған жылқылар жерленген, ал оның ішінде ерекше жылқы тұр. Бұл иесін жаңағы соғысқа апара жатқан сияқты қылып безендірілген. Келесіне қарап отырсаңыздар, міне ерекше бейнеленген бұл жылқы құрастырылған, қазіргі уақытта құрастырылған. Осы жылқының бейнесіне қарасақ, сақтарда бейнелеу өнерінің жақсы дамығандығын көруге болады екен. Бұл да осы Берел қорымын зерттеу барысында табылған жылқының бейнесі. Ал қалған жылқылардың түрлері осы тәрізді қылып безендірілген. Қарап отырсаңдар, осы жылқылар иесін қасына бірге жерленген екен. Осы зерттеу жұмыстары кезінде көптеген заттар табылған, солардың ішінде ерекше зат бұл грифон мүсіні. Грифон мүсіні денесі арыстан тәріздес, басы құстың басы сияқты мүсін, алтыннан жасалған мүсіннің табылуы ерекше көріп беріп тұр. Келесі, одан кейін бұл жерде қарап отырсаңыздар, осы Берел қорымынан табылған мысық тескес аңның бейнеленген әшекей. Одан кейін қанатын жайған самұрық бейнесіндегі әшекей, бұл да Берел қорымынан табылған әшекей бұйымдар. Келесі, енді осы Берел қорымын зерттеу тоқтаған жоқ. Яғни 1997 жылдан бастап қазірге кезге дейін 20 ескерткіш зерттелген. Осы 20 ескерткіштер зерттеу барысында солардың ішінде нөмірі 4-ші, 9-шы, 10-шы, 11-ші обалардан тоң басқан қабірлер ашылды. Міне осы ашылып зерттеу барысында Берел қорымын әлемге әйгілі ететіні Берел қорымының обасынан ақсүйектер мен
скиф сібір аң стилінде жасалған заттардың нәтижесінде осы берел қорымы әлемге әйгілі болып тұр екен. Жарайсыңдар. Келесі қарап отырсаңдар, мынауда осы нөмірі 78 обадағы адам мен жылқының сүйектері жерленген осы берел қорымынан табылған. Осы бүгінгі тақырыбымызды пысықтау үшін сіздерге мәтін берілген. Мәтіннің ішінде түсіп қалған сұрақтар, түсіп қалған сөздер бар. Демек, мәтіннің ішінде түсіп қалған сөздерді сіздер орындау, дәптерге орындайсыздар. Орындау барысында мына түсіп қалған сөздерге алдыларыңыздағы оқулықты пайдаланасыздар да сол жерге қандай сөз жазылатындар өздеріңіз жазып шығасыздар. Жарайсыздар. Енді 5 минут уақытымыз аяқталды. Алдыларыңызға берілген тапсырманың дұрыс жауабы берілген. Кім қалай орындады, соны өздеріңіздің орындаған мәтініңізді тексерсек болады. Мысалға, есік 5 шақыр обаларынан берелдің ерекшелігі лақат қабір жер бетінен барынша тереңдетіп қазылған. Демек, берелдің лақат қабір деген сөздер қосылады екен сөйлемге, иә?